Саламатсыз ба, Ермек Жамбулұлы? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздар ма, Дін Алматы парақшасының оқырмандары? Бүгін біз тікелей эфирде Ибрахим мешітінің бас имамы Көкірекбаев Ермек Жамбулұлымен дін және отбасы тақырыбын талқылаймыз. Ермек Жамбулұлы, исламдағы отбасының маңыздылығы, некеге тұрудың шарттары туралы айтып кетсеңіз, және отбасындағы ерлі зайыптылардың бір-бірінің алдындағы міндеттеріне тоқтала кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі, құрметті, көзі қарақты оқырман қауым. Барлық мақтау Алла тағалаға болсын. Сіз бен бізді адам қылып жаратып, ақыл беріп, ардақтаған, бала-шаға бақ-дәулет берген Аллаға мың да бір шүкір. Енді бүгінгі тақырыбымыз ислам және отбасы. Біздің қасиетті атадан қалған асыл дінімізде отбасы жайында не дейді? Сол жайында тоқтала кеткенді жөн көрдік. Отбасы деген бұл Алла Субханала тағаланың сіз бен бізге бұйырған, нәсіп еткен үлкен нығметтерінің ішіндегі бір жақсы нығметі. Себебі отбасы бұл әйел және бала, шаға, немере, шөбере осылай тарайды. Жалпы үйлену, отбасы құру бұл шариғатта бар дүние. Алла тағала қасиетті кітабымыз Құран кәрімде Ниса сүресінің 3-ші аятында былай дейді: сендер өздеріңе ұнаған әйелге, яғни үйленіңдер, некелесіңдер. Алла тағаланың ризашылығы үшін біз осылай біреудің мәпелеп аялап өсірген қызын аманаттап өзіміздің ақ некемізге қабылдасақ, иншалла, ол аманатқа қиянат жасамай, барынша әйелдің ақысын беріп, Құдай қанша бала сүйдіреді, барлығын өсіріп, өндіріп, оқытып, ұлды ұяға, қызды қияға қондыру үлкен сауапты іс. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, құл үйленген кезде дейді, әрбір мұсылман үйленген кезде өзінің дінінің жартысын кәміл орындаған болады дейді. Дінінің жартысын орындағанмен тең дейді. Енді қалған жартысы бойынша немқұрайлы болудан, Алладан қорқсын деп үйленудің дінімізден екендігін айтып кеткен біздің сүйікті, ардақты Алла елшісі. Ислам бұл жаратушы Алла тағаладан барша адамзатқа жіберілген хақ дін. Оны білесіздер. Кімнің өмірінде бұл ислам дін болса, ол адам дүние ақыретте бақытты болады. Ал кімнің өмірінде осы ислам атадан қалған асыл дінмен өмірі өрбімесе, ол адам, Алла сақтасын, дүние ақыретте бақытсыз болады. Яғни дінмен өмір сүрмегеннің бір несіне, яғни мен үйленбеймін деп өмір бақи үйленбей жүріп алуға болмайды екен. Бірде үш кісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям жұбайларының үйлеріне келіп, олардан, яғни оның саллаллаху алейхи ва саллям істеп жүрген құлшылықтар жайында сұрайды. Олар бұл турасында жауап алғаннан кейін асынып былай дейді: біз қайда, Алланың елшісі, яғни пайғамбарымыз қайда? Алла оның бұрынғы әрі келешектегі барша күнәсін кешірген пайғамбарымыздың. Сонда олардың бірі былай дейді: мен дейді, бұдан былай әрбір түнімді құлшылықпен, намаз оқумен өткіземін дейді. Екіншісі айтады: мен бұдан былай өмір бақи ораза ұстап өтемін дейді. Яғни пайғамбарымыздың жаңағы жасап жүрген сауап істеріне жетсем деген ниеттер ғой енді. Сосын үшінші адам тұрады айтады: мен болсам әйел атаулыға жоламаймын, еш уақытта мен үйленбеймін, отбасын құрмаймын. Күндердің бір күнде бұл жайт Хазіреті пайғамбарымыздың құлағына жетеді. Алланың елшісі оларға барады да былай деп тіл қатады: ей адамдар, осындай деп айтқан екенсіңдер. Аллахқа ант етем, мен Аллахтан сендерден де қатты қорқып сақтанатын адаммын. Бірақ солай бола тұра мен ораза да ұстаймын,
яғни түннің бір уағында тұрып намаз да оқимын. Сондай ақ мен некелесем, үйленем, семья құрам, отбасым бар. Бұл менің сүннетім дейді. Ал енді кімде-кім менің сүннетімнен бас тартса, ол менің жолымда емес дейді. Яғни бұл хадис имам Бұхарида, имам Муслимда келген, Анас ибн Маликтен жеткен сахих хадис. Яғни бұл оқиғадан біз нені көреміз? Құрметті қадірлі жамағат, біз отбасы құрмай жүріп алуға болмайды. Бірден отбасын құру керек. Кім отбасын құрса, ислам дінінің жартысын орындағанмен бірдей болады дейді. Қалған жартысына өзі сақтансын дейді. Осылай отбасын құрып, ол аманатқа қиянат жасамай дұрыстап қарау, дұрыс өмір сүру, бұл біз үшін үлкен сауапты іс болып келеді. Сондықтан қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар, шама келгенше біреудің қызын алақанымызға аялап алғаннан кейін, Алла разылығы үшін деп семья, отбасы құрғаннан кейін сол жанұяға біз жарасымдық беруіміз керек. Жанұяға барынша Алладан қорыққан түрде тиімді, дұрыс қарауымыз керек. Себебі бұл, яғни екі жүректің бір-бірін қалап, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін ұғыну, бір-бірін түсіну, яғни бір адам деген сөз ғой. Барынша ол өмірдің ыстық суын бірге тартып, бірге көріп, сол Алла разы үшін Құдай берген бала-шағаны бірге қиындықтарды кешіп жүріп, өткізіп, соларды ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, бала-шағаны жетілдіру, бала-шағаға дұрыс білім беру деген секілді. Енді құрметті ағайын, білесіздер, отан ол отбасынан басталады. Біздің қазақ даласында әрбір отбасы мықты болса, ажырасу деген нәрсе болмаса, біздің құрған шаңырақ шайқалмай, сол ошағымыздан түтініміз түсіп тұрса, сол қасиетті қара шаңырақтан небір мықты-мықты, жақсы-жақсы мына елге, отанға, мемлекетке қызмет жасайтын пайдалы адамдар өсіп, өнсе, өрбісе, тараса, қандай керемет, қандай жағдай. Сондықтан қадірлі, құрметті жастар, некенің шарттарын бәрін толықтыра отырып, бір-бірін жақсы көруі, әке-шешенің рұқсат беруі, екі куәнің болуы, жаңағы мақырын беріп, сол некенің шарттарын орындай отырып, кәдімгі мемлекеттік ақажыдан өтіп, ЗАГСтен сөйтіп, бисмилла деп, екінші қайтадан болды, біз мәңгі бірге боламыз, ажыраспаймыз, өмірде қандай қиындық болса бірге кешіп өтеміз деп Аллаға сөз беріп, некелесіп, сол отбасын ойран қылмай, отбасын барынша дұрыс сақтап, ары қарай өрбітсек, біз Құдай тағаланың алдында үлкен жақсы сауаптарға қол жеткіземіз. Себебі отбасы, білесіздер, ол адамның жақындары, туыстары дегенді білдіреді екен бірнеде. Бірнеде отбасы сөзінің, бұл шариғаттағы терминдік мағынасы, ер мен әйелдің некелесу арқылы шаңырақ көтеріп, нәтижесінде сондай ұрпақтарының өсіп өрбуімен пайда болатын, яғни біздің қоғамымыздағы негіз, яғни бір қоғамның бір үлкен бағанасы, бір тірегі болып есептеледі екен. Сондықтан қадірлі ағайын, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала берген осы әрқайсымыздың отбасымызды барынша сақтап қалып, сол отбасын құрғаннан кейін оны ары қарай іргесін мықтап ұстауымыз қажет екен. Жауабыңызға рахмет. Ата-ана мен бала қарым-қатынасында исламда берілетін орын қандай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, барлығыңда бақташы секілдісіңдер. Барлықтарың қол астындағылар үшін жауап бересіңдер. Басшы бақташы, ер адам отбасының бақташысы, әйел ерінің шаңырағы мен балаларының бақташысы. Қысқасы, әрбір бақташы өздерінің сондай бағынышты жандар үшін жауап береді деп пайғамбарымыз айтады. Соның бірі не? Яғни құрметті ағайын, біздің сол Алла тағаланың берген
балалары, біздің көзіміздің нұры, біздің өміріміздің жалғастырушылары, ұрпағымыздың. Сол балаға жақсы ат қою, дұрыс тәлім тәрбие беру, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, қоғамға пайдасы келетін жақсы ұл қызды күнделікті олардың әрбір уақытын қадағалап, олардың жаңағы білімі, тәрбиесі, имандылығы барлығын жан-жақты сіздер мен біздер, яғни атсалысып, сол жаңағы ерлі зайыптылар, отбасы, сол бала шағасының тәрбиесіне сондай көңіл бөлу керек. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, жақсы ат қою, жақсы жар таңдау, жақсы білім беру. Шындығында бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді кейбір ұстаздар. Сондықтан бұл бүтін отбасында тәрбиеленген бала, ол жақсы тәрбиелі бала болып шығады. Алла сақтасын, біз екі жаққа айырылысып, ортада балалар зиян шегеді, дұрыс тәрбие көрмейді деген сияқты оның қоғамға алып келетін зияны өте көп. Сондықтан біз сондай толыққанды жанұяда бала шағамызды тәрбиелеуіміз міндет, парыз. Сондықтан Алла Тағала сіздерге қанша бала шаға, қанша ұрпақ берді, солардың барлығын өз уақытында, дер кезінде дұрыс тәлім, тәрбие, білім, ғылым, имандылықты үйретуге, отансүйгіштікке баулуға Алла Тағала сізге, бізге күш берсін, қайрат берсін, қажыр берсін. Рахмет. Жалпы дін ажырасу мәселесіне қалай қарайды? Жалпы біздің дінімізде ажырасуға үлкен күнә, өте ауыр күнә. Сендер сондай бір-бірлеріңді жақсы көріп, жанұя шаңырақ құрғаннан кейін некені бұзбаңдар дейді. Алла разылығы үшін неке қиған адам сол некені сақтау керек. Ал некені бұзған адам оңбайды. Құдай сақтасын, екі дүниеде жолы да болмайды. Сондықтан некені бұзған кезде, талақ берілген кезде, мына аршы дірілдеп кетеді дейді, жер дірілдейді дейді, Алла сақтасын. Сондықтан некемізде бұл ажырасуға жалпы оң көзбен қарамайды, яғни дұрыс емес, үлкен күнә. Ермек Жамбылұлы, қандай жағдайларда ерлі зайыптылар ажырасуына болады енді? Қандай жағдайларда ажырасуына болады? Енді жалпы бірінші отбасы құрғаннан кейін екі жақтың мінез құлқы, яки ағайын туыспен, болмаса басқамен енді адам жан-жақты сыналады ғой. Неше түрлі сынақтардан өтіп, бірінші насихатта дейді, уағызда түсіндір, айт дейді, болмаса төсекті бөл дейді, болмаса оған разы емес екеніңді білдіріп жайлап, жұмсақ етінен бір кішкентай шыбық сияқты нәрсемен оны ұрып тәрбиелеуге тырыс дейді. Осылардың барлығын жасап болғаннан кейін көнбесе, онда оған яғни ажырасуға, сол мемлекеттік жаңағы ЗАГСке барып, сотқа барып, шағым тастап, ажырасып жатады. Бұл жерде енді сол ғой, көбінде екі жақ бір-бірімен дұрыстап келісе алмай қалған жағдайда, енді жалпы ажырасуға Алла Тағала рұқсат берген, алайда ол біздің дінімізде жиіп көрінішті нәрсе болып есептелген. Сондықтан қадірлі ағайын, барынша ажыраспауға тырысу керек. Мына жаңа сотта ажырасуға барғанда да бірінші, екінші, үшінші қайтар жібереді ғой. Сендерге осындай 20 күн уақыт, 40 күн уақыт, бәлкім татуласып қалар, бәлкім дұрысталып кетер, бәлкім жарасып кетер деген. Сондықтан осындай нәрсенің бәрін жасап көру керек. Барынша отбасын сақтап қалуға мұсылман адам тырысу керек. Ең соңғы жағдайда, болмаған жағдайда, үйті көркем түрде жаңағы талақ беріп, бірақ ортада бала болса, басқа болса, оны ер азамат баласын түгелдей киім кешегі, тамағы деген сияқты барлық
жағдаймен қамтамасыз етіп тұру керек, қарайласу керек, көмектесу керек. Жауабыңызға рахмет. Енді оқырмандар тарапынан сұрақтар болса, жауап беріп кетейік. Саламатсыз ба? Ақерке деген оқырманымыз исламдағы әйелдің қандай міндеттері бар деген сұрақ қойыпты. Жалпы пайғамбарымыз айтады, әйел баласы күйеуіне бойсұнса дейді. Күйеуінің айтқанын бәрін тыңдаса, 5 уақыт намазын оқыса, ораза айында оразасын ұстаса, ар намысын қорғап, сол күйеуінің айтқанынан шықпаса, иншалла ол адам жәннатқа қалаған есігінен кіреді дейді. Яғни 8 жәннат болса, соның қалаған есігінен кіреді деген екен. Сондықтан бұл әйел баласы, Алла разы болсын, біздің жалпы қазақ қыз келіншектері бұл күйеуге бойсыну, күйеуінің жағдайын жасау, ойынан шығуды барлығы апасынан, әжесінен, өзінің аяулы алтын құрсақты анасынан үйреніп келіп, күйеулеріне жасап жатады. Алла разы болсын. Бізде қазір қоғамда көп жақсы тәрбиелі, иманды қыздарымыз көбейіп келе жатыр. Сондықтан бұл әйел кісілердің көбіндегі сол жаңағы міндеті барынша сол үйінің таза болуы, күйеуінің қарны тоқ, киімі бүтін болуы, үйге келген ағайын туысқа, әке шешеге барынша жақсы қарап, мейірімділікпен, мейірбандылықпен, азанда күнмен бірге шығып, күнмен бірге батып, таза Алла разылығы үшін, сауап үшін сондай аянбай тер төгіп еңбек еткен кезде, ол бірінші келген кезде бала келін болады. Сосын барып өмірге перзент әкелгеннен кейін ол ана келін болады. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін дана келін болады. Яғни үлкен апалардың жасына жеткен кезде генерал, мықты аяулы ана болып сол әулетке барынша не істейді, жол көрсетіп, ақылын айтып, артынан ерген ұрпағын, бала шаға, немерелерін тәрбиелеп жақсы аяулы анаға айналады. Бұның барлығы бірден оңайшылықпен келе қоймай, бұның барлығы еңбекпен, бұның барлығы төзімділікпен, бұның барлығы шыдамдылықпен, бұның барлығы сабырлықпен келеді. Сондықтан айналайын қарындасым, өте орынды сұрақ қойып жатсыз. Алла тағала яғни сіздерге сондай жақсы жар, жақсы әйел, жақсы келін, жақсы апа, әже болуды нәсіп етсін. Басқа да енді нелер көп айта берсе, бірақ сол бастысы солардан орындап жасау. Келесі сұрақ: мұсылман әйел мен еркектің некесі қай кезде харам болады? Мұсылман әйел мен еркектің некесі жаңағы бірінші неке қиылғаннан кейін олар бір-бірімен жаңағы ажырасса, болмаса 3 талағын алып кеткеннен кейін арада біраз уақыт өтіп қайттан қосылатын болса, олар бір-біріне харам болады. Некені қайтадан қию керек, жаңарту керек, сосын барып адалдасып барып қосылу керек. Яғни жаңағыдай ажырасып кеткеннен кейін неке қимастан қосылып қойса, ол харам болады бір-біріне. Рахмет. Қыздың ата-анасы орамал тағуға рұқсат бермесе, бірақ күйеуі талап етсе, орамал тағуды міндет етсе, қыз кімді тыңдауы керек? Қысқаша айтқан кезде қыз өзінің күйеуіне мойынсыну керек. Күйеуін жаңа кішкене интернетпен ақаулар болып, сіздің жауабыңыз естілмей қалды. Қайталап жіберсеңіз. Барынша күйеуін тыңдау керек. Бізге бір сұрақ келіп тұр, орысша.
Қысқаша былай болады. Мы с мужем около 20 лет в браке, в советское время расписались, но в то время не было, не смогли прочитать нике. Да, в советское время было запрещено, получается, мечети были закрыты. Теперь спрашивают, надо ли сейчас им идти в мечеть, читать нике. Уже люди в браке, дети есть. Егер ол кісілер сол заманда мемлекеттік ЗАГСке барып тұрса, ЗАГСтың қағаздары болса, уайымдамасын, ол кісілер некесі қиылған ерлі зайыпты болып есептеледі. Некелі жанұя, некелі отбасы. Ал енді көңілдері тынышталу үшін сол өздерінің қаладағы кез келген жақын тұрған мешітке барып, үлкен молдадан бір батасын алып, некесін тағы да бір жаңартып алса, проблема жоқ, яғни нұр үстіне нұр болады. Рахмет. Санжар деген оқырманнан тағы бір сұрақ келіп тұр. Адам өзінің Мен де жерде бірнен айта кетейін. Айта беріңіз. Пайғамбарымыздан келіп сұрайды ғой, я Расулулла, әйелдердің алдында біздің қандай ақымыз бар дегенде, оларға ол кісі айтады, сен өзің жегенді жегіз, өзің кигенді кигіз, бетінен ұрма, балағаттап, жаман сөзбен, яғни ұрыспа дейді. Барынша сендердің ең жақсыларың, ең хайырларың дейді, ол әйелдеріңе жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Сондықтан құрметті ағайын, біз шамамыз келгенше пайғамбарымыз айтқандай жақсы адам болуды қаласақ, үйдегі ақ некелі жарымыз әйелімізбен қарым-қатынасымызды жақсартайық, және пайғамбарымыз айтқандай өзіміз жегеннен жегізейік, өзіміз кигеннен кигізейік, бетінен ұрмайық, жаман сөзбен балағаттап көпшіліктің алдында ұрыспайық. Әрине, семья болғаннан кейін ол болады ұрыс керіс, бірақ жеке өзінің бөлмесіне кіріп, айтып, түсіндіріп, уағыздап, сөйтіп барып ұғындыру керек әрбір нәрсені. Сонда үйде көп жанжал, дау-дамай, ұрыс керіс болмайды. Сұрақты қоя берсін. Келесі сұрақ Санжар деген оқырманнан келіпті. Адам өзінің маңдайына жазылған адамнан басқа адаммен отбасы құрып қоймас үшін өз адамымызды дәл тапқанымызды қалай біле аламыз? Алла Тағала қасиетті кітабымыз Құран кәрімде айтады, мен сендерді жұп-жұптарыңмен жараттым дейді. Әр адамның өзінің жұбы бар. Сондықтан Аллаға сиынып, Алладан сондай бір салихалы, жақсы жар сұрап, бұл өмірде бақытты ғұмыр кешетіндей, бұл өмір біткеннен кейін мұсылмандарда мәңгі өмір бар, о дүние білесіздер, сол мәңгі өмірде, о дүниеде айде әйеліңізбен бірге болатындай, екеуіңіз де жәннәти болатындай, сондай жақсы ғұмыр нәсіп ете көр. Сол екі өмірдің бақытына жеткізетін сондай бір жақсы жанұя болуды Алла Тағала бізге нәсіп ете көр деп, сондай жақсы жар таңдау керек, Алладан сұрау керек. Алла Тағала Құранда айтады, сендер бір-бірлеріңе киім сияқтысыңдар дейді. Киім сендердің мына ятты әурет жерлеріңді қалай жабады, қорғайды. Сол сияқты сендер де бір-бірлеріңнің жамандықтарыңды қорғап, жақсылықтарыңды асырып, жамандықтарыңды жасырып жүретін сондай ерлі зайыптысыңдар дейді. Сондықтан Алладан сұраңыз, Алла береді. Жақсы, тағы бір сұрақ. Күйеуіңізге айтпай ақша жинауға болады ма? Әрі өзінің тапқан табысын айтпай жұмсауға болады ма? Әрине, енді ол семья болғаннан кейін, отбасы жанұя болғаннан кейін сіздер бір адамсыздар. Сондықтан еш нәрсені жасырмау керек семьяда. Барлығын ашық, анық айтуға тырысу керек. Ал енді бірақ өзіңіз жұмыс істеп жүріп, өзіңіз тапқан нәпақадан кішкене бөлігін бір айтпай-ақ жинап, бірақ бала-шағаның, болмаса ата-ананың, болмаса бір денсаулығыңызға болашақта керек болады, осынаған дәрі алам деген сияқты, болмаса киім алам деген сияқты, болмаса баламды оқытам деген сияқты нәрсеге жинап, солай жасасаңыз да болады. Ода бір ешқандай бір әбестік жоқ. Бірақ негізінде жақсы жанұялар бір-бірімен сырласып, бір-бірімен әрбір нәрсені ашық айтып,
үйдегі бір қателік болса, бірден соны бірге түзетуге тырысып жүрген жөн. Рахмет жауабыңызға. Келесі бір сұрақ. Жолдасым мен кінәлі болмасам да балағаттайды. Ол күнә жинап жатыр. Қалай кінәсіз екенімді дәлелдеймін дейді. Бір дегенде шат беріп, бетіне басып, ұрыс жанжал шығаруға болмайды. Біріншіден жақсылап Аллаға сиынып дұға сұрау керек. Құдайдан жәрдем тілеу керек. Құдай, осы күйеуімнің жүрегін жақсарта көр. Күйеуіме Алла тағала өзің жақсы мінез құлық нәсіп ете көр деп. Содан кейін барып, келіп, өзі реті келген кезде, ол кісінің көңіл күйі бәрі дұрыс болған кезде, қарнын тойдырып, тамағын беріп отырып, жайлап айту керек, түсіндіру керек. Ол кісінікі дұрыс емес екенін, боқтауға болмайтындығын, пайғамбарымыз ол нәрседен қайтарғандығын айтып, жеткізіп, сосын ары қарай сол жанияны ары қарай шаңырағын шайқалтып алмай, аман есен ары қарай отбасылық өмірді өрбіту керек әрбір мұсылман. Тағы бір сұрақ келіпті. Күйеуімді салафиттен шығара аламын ба? Ол мінезі жақсы жалпы. Кейде өзім сақалы үшін күмәнданамын деп жазыпты. Енді бұл кісі о жағын жасай алмайды. Бірақ мына мешіттерге барса, сол мешіттерде осындай, яғни кішкене сәл қателескен бауырларымызбен жұмыс жасайтын білікті, білімді теолог мамандар, ұстаздар, жатағымен күрес жасайтын имамдар болады. Сол имамдарға жолығып, сол кісілерге әкеліп, таныстырып, сөйлесіп, бірден жұмыс жасау керек. Құдай қаласа, біраз уақыт өткеннен кейін, сол оңалту жұмыс арқылы күйеуіңіздің беті бері қарайды, иншалла. Қанша жігіттерді солай дұрыстап жатыр қазіргі біздің имам, ұстаз, мамандарымыз. Сондықтан менің айтар кеңесім, осы мешіттердің жанына барсаңыздар, Алматы қаласы дін істер жөніндегі сол оңалту орталықтары бар, сөйлеу телефондары жазылып тұрады. Болмаса сіздерде телефондарын беріңіздер, бізге имамдарға жолықсын, хабарласын, келіңіз, жаңағы күйеуіңізбен танысып, әңгімелесіп, біраз уақыт жұмыс жасағаннан кейін, Алла нәсіп етсе, беті бері қарайды. Рахмет. Мәхір туралы екі сұрақ келіпті. Біріншісі, мәхірге күйеуімнен не сұрауыма болады? Екіншісі, мәхірді бірінші айтып, кейін өзгертуге болады ма? Мәхірді енді 60.000 теңгеден жоғары болу керек. Мәхірға заттай алас, неке жүзік, сырға, сақина, телефон, үй, машина деген сияқты нәрселерді сұрай бересіз. Кешіріңіз, не үшін мені 60.000-нан басталады сомасы? Не себебі? Себебі біздің осы Абу Ханифа мазхабы бойынша мәхірдің өзінің жаңағыдай қойылған мөлшері бар, өзінің белгілі сумасы бар. 10 дирхам дейді бірнеде, сол жаңа шаққан кезде тағы да бір дирхам есептеген кезде 60.000 теңгеден жоғары болу керек дейді. Сондай өзінің белгілі сумасы бар. Сол сумаға байланысты ол қызға берілетін қыздың ақысы. Ол не сұраса да оны сүйген жары жігіті алып беруі міндет шариғатта. Енді осы екінші бөлігіне жауап берсеңіз, мәхірді бірінші айтып, кейін өзгертуге болады ма? Енді ол күйеуіңізбен бірге келісім бойынша, екеуіңіз дұрыс келісе алсаңыздар болады, проблема жоқ. Бірақ негізі бірінші сол сұраған, бірінші келісілген нәрсені орындау керек екі тарапта. Қазір кішкене күтейік, тағы бір сұрақтар түссе жауап беріп өтейік. Мен мына нелерді айта кетейін орда, Ей адамдар,
әйелдердің ақысына абай болыңдар. Оларға, яғни әйел баласына мейірім және махаббатпен қараңдар. Олар мәселесінде, яғни ақысы жайында Алладан қорқуларыңды өсиет етемін. Сендер әйелдерді Алланың аманаты ретінде алдыңдар. Олардың намысы, ары Алланың атынан сөз бере отырып, өздеріңе адал еттіңдер, дейді пайғамбарымыз. Бағанағы негізге міне мұттақи, яғни хадис келеді, үйленіңдер, ажыраспаңдар. Өйткені ажырасу ғарышты сілкіндіреді, дейді пайғамбарымыз. Тағы бір неде, кімде-кім түнде оянып, жұбайын да оятып, екеуі бірге немесе бөлек әр 2 рәкат намаз оқыса, Алла тағаланы көп зікір етуші ерлер мен Алла тағаланы көп зікір етуші әйелдердің қатарына жазылады, дейді. Сондықтан тұғырлы отбасы, жақсы жанұя, бір-бірін құлшылыққа, бір-бірін жақсы, сондай бір керемет дінге бір-бірін үйленіп баулып отырса, қандай керемет, қандай тамаша. Тағы 2 сұрақ келіпті, осы 2 сұраққа жауап беріп өтсеңіз. Бірінші сұрақ, өмірде не нәрсені жасауға болмайды, дейді. Өмірде не жасауға болмайды? Арақ ішуге болмайды, Алла тағала шерік қосуға болмайды, өтірік айтуға болмайды, зина жасауға болмайды, өтірік сөз сөйлеуге болмайды, адамның ар намысына тиюге болмайды, адам өлтіруге болмайды деген сияқты көп қой. Өмірде жасалынбайтын нәрсе өте көп. Баяғыда бір ғұлама ғалым айтқан екен, сендер балаларыңа Құранды үйретіңдер. Құран балаңа қалған өмір сүрудің, 2 өмірде бақытты болудың бәрін өзі үйретеді деп. Сол айтпақшы, құрметті ағайын, қадірлі мұсылман бауырлар, өмірде не харам, не халал, нені жасауға болады, нені жасауға болмайды, не адал, не арам, соның барлығын біліп, ажыратып, қай іс жәннатқа апарады, қай іс тозаққа түсіреді деген сияқты, сондай нәрсенің барлығын біліп, ажыратып жүрсек, нұр үстіне нұр болады. Егер біз бұндай нәрселерді білмесек, онда біз еш нәрсені үйретпеген болып есептелеміз деп айтқан екен біздің бір ғұлама ғалым ұстазымыз. Сондықтан, қадірлі ағайын, өмірде жасалынбайтын нәрсе көп. Енді естіп. Иә, естіп жатыр. Иә. Естіп тұр ма? Қазір естіп тұр. Мына қазақтың бір тоғары Ғабит Мүсірепов айтқан екен. Қазақ әйелін жан жолдасым деп айтады. Себебі олардың жаны бір, жаны үйлесім тапқан, егіз ұғым дейді. Екеуі егіз қозыдай дейді. Сондықтан жан жарыңды, Алла қосқан, адалдап алған ақ некелі жарыңды барынша қадірле, сыйла, құрметте, барынша ақысын беріп дұрыстап қара екен. Сондықтан, құрметті ағайын, Алла тағала әрқайсымыздың отбасы шаңырақтарымызға ынтымақ, береке берсін, мол ырзық, несібе, кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Себебі отбасындағы ең бақытты өмір ол бәріміздің арманымыз. Бәріміз сондай жақсы ғұмыр кешкіміз келеді. Сондықтан қасымыздағы ерімізді, әйелімізді аялайық, бағалайық, бағамдайық, қадірін білейік. Алла жазса, алдағы тағы да кейінгі дәрістерде тағы да айта жатармыз. Осымен болса сабағымызды аяқтайық.
жақсы, ермек Жамболұлы, сізге үлкен рахмет, бізге уақыт бөліп бізге тікелей эфирге шыққаныңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.